Қараңдаршы, экраннан назар аударайықшы. Бұл жай. Нені суретін көріп тұрмыз? Күн және жел энергиясы. Алдыңғы сабақты есіңізге түсірейікші. Бұл суреттерді көргенде есіңізге не түседі? Болашақ энергиясы. Дұрыс, экспо тақырыбы, экспо тақырыбында біз баламалы қуат көздері, жел, күн және су энергиясы туралы сөз қозғаған болатынбыз. Демек, қараңдаршы, жел мен күн энергиясы арқылы біз экологияны сақтап қаламыз ба? Экологияны сақтаймыз. Демек, бүгінгі біздің сабағымыз не? Экологияны сақтаймыз. Жел, күн энергиясы арқылы экологияны қалай сақтап қалуға болатыны туралы айтатын боламыз. Балалар, жел энергиясы ол арнайы электр генераторлардың диірмендердің көмегімен түрлендіру арқылы жаңа қуат түрін алуға болады. Жел энергиясының артықшылықтары. Негізі артықшылығы мен кемшілігі қатар жүреді. Мен сендерге үнемі айтамын, мінсіз адам болмайтындықтан мінсіз зат та болмайды. Оның артықшылығымен бірге кемшілігі де қатар жүреді. Жел энергиясының артықшылықтары: шикізатты сатып алу, тасымалдауды, қалдықтарды шығарудың қажеті жоқ. Қазір бізде түрлі зауыттардан түрлі қалдықтар шығып жатыр. Егер біз жел энергиясын орнататын болсақ, бізде ешқандай қалдықтар шықпайды. Сол арқылы біз экологияны сақтап қаламыз. Бірақ та дегенменде оның жел энергиясы қондырғылардың кемшіліктері де бар. Ол үшін бізге не қажет? Үлкен аумақ қажет. Үлкен жел энергиясы деп отырғанымыз бұл кішкентай зат емес. Үлкен аумақ қажет. Одан кейін үлкен қаражат қажет. Одан кейін қондырғылардың шум пайда болады. Ал ол шум эфир кедергілерін тудырады. Адамның және жануарларға кері әсерлерін тигізуі де мүмкін. Сол себепті де біз осы Экспо 2017 көрмесін ұйымдастырудың басты мақсаты, егер де осы қондырғыларды орнатсақ, бізде еліміз дамып, экологиямыз ластанбай, үлкен мемлекеттердің қатарында боламыз деген үлкен сенім болып тұр. Сол үшін қазір мен айтқан кемшіліктерді болдырмаудың амалын іздеуіміз керек. Түсінікті ма? Ендеше сендерге тапсырма қазір жел энергиясы кемшілігін жаза қойыңдар, ал сіздер артықшылығын жазыңыздаршы. Осы жел энергиясы қондырғыларын орнатсақ, қандай артықшылық болады, қандай кемшілік болады, соны қағаз бетіне маған әдемілеп түсіріп берсеңіздер. Тезірек, кемшілігі және артықшылығы. Бір минут қалып беріңіздер. Жел энергиясы қондырғылары бізге қажет пе, әлде қажет емес пе? Орнатсақ қандай артықшылық болады, қандай кемшілік болады? Тездетеміз, уақыт айтып қалды. Бір минут жеткілікті, себебі мен барлығын айтып шықтым, түсіндік деп ойлаймын. Дайын топқа ма? Бірінші артықшылықтан бастайық, жағымды жақтары. Дайын жасатындар? Келіп. Берілген тапсырма артықшылығы. Жел энергиясын орнатсақ, қандай артықшылықтар бізде пайда болады? Шикізатты сатып алу, тасымалдаудың қажеті жоқ. Тасымалдаудың қажеті жоқ. Келісеміз ба? Қалдықтардың шығарудың қажеті жоқ. Ластаушы қалдықтар жоқ. Табиғаты ресурстарды үнемделеді. Атмосфералық жылулық балансқа жер етпейді. Жердің кинетикалық энергиясын электр қуатына тегін айналдырады. Өте жақсы, өте жақсы. Келесі кемшілігі. Жел энергиясының кемшіліктері. Жел қондырғыларының жұмысы кешенділерін тудырады. Адамның және жануарлар әлеміне денсаулығына кері әсерін тигізеді. Жұмыстың тұрақсыздығы энергияның берілуі бір қалыпты емес. Үлкен аумақты
қажет етеді және үлкен қаражатты талап етеді. Өте жақсы, келісуге болады. Ендеше, Фарман, орнымыздан тұрып, күн энергиясын бағалап кетейікші, тезірек. Өте жақсы, немесе келісем. Өте жақсы. Түсіндірді күн энергиясы. Бізге артықшылығын жақсы айтып берді. Келісеміз ба? Келісеміз ба? Келісеміз. Өте жақсы деген бар. Өте ұнады. Жақсы. Келесі Али. Екінші топты. Маған жел энергиясы тобының жауабы ұнады. Не себепті? Тура айтып кемшіліктерім нақты көрсетіп берді, я қандай кемшіліктер пайда болатын. Өте жақсы. Отыра қойыңыз. Ендеше, балалар, жел энергиясы біз тақырыпты аштық, я. Енді бізде сөйлем мүшесі деген ереже бар. Есімізге түсірейікші, сөйлем мүшесі қалай бөлінуші еді? Бөлек Толықтауыш, баяндауыш, бастауыш, толықтауыш, пысықтауыш және анықтауыш. Бұл мүшелер, сөйлем мүшелері. Ал негізі сөйлем өзі қалай бөлінуші еді? Мағынасына қарай жай және құрмалас сөйлем. Біз қазір соны сөйлем мүшесіне талдаймыз, келесі сөзді орналастырамыз, тақтаға шығады бізде тезірек. Қажетті сөз. Оқырға сөйлеміңді. Жел энергиясын өндіру барысында табиғатты ластаушы қалдықтар азаяды. Дұрыс. Сөйлем мүшесіне талдайық. Не істейді? Азаяды. Не азаяды? Қалдықтар азаяды. Қандай қалдықтар? Табиғатты ластаушы қалдықтар. Өте жақсы. Қашан өндіру барысында? Пысықтауыш, Нені? Жел энергиясы. Толықтауыш. Өте жақсы. Келесі. Келесі Фарман, келесі сөз. Жел энергиясы табиғи ресурстарды үнемдейді. Не істейді? Үнемдейді. Баяндауыш. Нені? Ресурстарды толықтауыш. Қандай? Табиғи анықтауыш. Жел энергиясы бастауыш. Өте жақсы. Ендеше, Елетке де, Фарманға да өте жақсы, сөздерді дұрыс орналастырды, сөйлем мүшесіне дұрыс талдады. Өте жақсы. Демек, Аниса жауап бере қойшы, бізге жел энергиясы қондырғылары қажет пе? Не үшін? Не себепті? Кім жауап береді? Зуля? Себебі жел энергиясы бізге қажет. Не себепті? Бана артықшылықтарын айттық қой? Қандай артықшылықтар бар еді? Табиғатты ластаушы қалдықтар азаяды. Одан кейін тағы да қандай артықшылықтар бар еді? Шикізатты сатып алу тасымалдауды Қажеті жоқ. Демек, жел энергиясы қондырғыларын біз естеуіміз керек, орнатуымыз қажет. Ендеше қазір барлығымыз тақтаға шығып, бүгінгі сабақты қалай түсіндік? Білемін, қиындау болды, білемін, түсінемін, қолдана алдым деген оқушы өз-өздерін бағалап кетсе. Бәріміз шығамыз.
Жақсы, демек бүгінгі сабақта білмедім деген оқушы жоқ екен, барлығымыз білдік, бірақ та кейбір жерлерде түсінбеген жайттар болды, иә. Ондай оқушылар да болып тұр, өте жақсы түсінген оқушылар да бар екен.